ислам діні дәстүрлі ислам діні деген түсінігіміз бар. Дәстүрлі ислам діні дегеніміз бұл дәстүрге негізделген дін деп түсінбеуіміз керекпіз. Дін қашанда өзінің негізі Құранға және пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның сүннеті, хадиске, оның амалына сүйенеді. Және де ғалым ғұламаларымыздың иштихады, яғни олардың шығарған фәтуалары, әр заманда шығарылған фәтуа үкімдер, бұның баршасы да назардан тыс қалған емес және қалмайды да иншаалла. Ал енді дәстүрлі ислам дегеніміз сан ғасырлардан бері, сонау 9 ғасырдан бері біздің өлкемізде салтанат құрып, өмір сүріп, халқымызға бақытты өмір сыйлап келе жатқан қасиетті дініміз ислам біздің өмірімізде дәстүрлі ислам деп айтылады. Яғни кеше ғана келген жоқ, ғасырлардан бері ата-бабаның діні болып, осы дінде өмірге келіп, осы діннің аясында жанын тәрбиелеп, осы діннің аясында ұрпақ өсіріп, осы діннің аясында қонақ күтіп, осы ислам дінінің аясында өзінің өмірлік салттарының бәрін түзеген, көшін түзеген, қайғысында да, қуанышында да ислам дінінің негізіне, оның тереңіне, байыбына бара білген халықтың ұрпағымыз, құрметті жақсылар. Сондықтан да дәстүрлі ислам дегеніміз ол кеше бүгін пайда болған дүние емес, оның тарихы сонау тереңге кетеді. Халқымыздың далаларындағы көне мешіттер, медреселер, көне кітаптар, ата-бабаларымыздың есімдерінің әрден барсақ, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның есімі, Айша аналарымыздың есімі, Хадиша аналарымыздың есімі, қазақ даласындағы Абдулла, Абдурахмандардың жүруі, осының баршасы да біздің ислам дініменен астасып, осы діннің уәкілі болғандығымызға қаншама ғасырдың жүзі болғандығына құжат болады. Сол себептен де дәстүрлі ислам бұл бізді ғылымнан шеттетпейді. Дәстүрлі ислам өркениеттен қағып тастап кетпейді. Дәстүрлі ислам қарияларды құрмет жасатпай шетке сырып кетпейді. Дәстүрлі ислам туған баласын тастанды етіп тастап кетпейді. Дәстүрлі ислам ағайыннан безіп кет деп үйретпейді. Дәстүрлі ислам дегеніміз қоғамда болып жатқан жаңалыққа салқынқандылықпен қарап, барлығына саналы түрде талдап, талдама жасап, жақсысын алып, жаманын мансұқтап тастап кетуге, яғни өркениетті өмір сүруге бізді қашанда үндеп тұрады. Біздің Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының да бірден бір мақсаты осы дәстүрлі ислам дінінің насихатын жасау, халықтың санасына осы аманатты жеткізу, жас буын жастарымызды, қыздарымыз, келіндерімізді, інілерімізді, әрбір өскелең ұрпақты дәстүрлі ислам дінінің уағызының аясында, соның ұлы шақыртуының аясында олардың тәрбиеленгенін қалаймыз. Яғни халқымыз бұған дейін әлем халқының алдында, өзге өркениеттер мен мәдениеттердің алдында ұялмаймыз дейтін болсақ, біздің де ұрпағымыз бүгінгі, біздің де әдеттерімізден, біздің де амалдарымыздан келер ұрпақ, балаларымыз бен немере шөберелеріміз, біздің шаруаларымыздан олар да әлемнің алдында ұялмауы керек. Сондықтан баршаларыңызды дәстүрлі болған ата-бабамыз ғасырлардан бері ұстап келе жатқан осы ислам дінін ардақтап ұстауымызды Алла тағала нәсіп етсін. Азан шақырып ат қойған балаларыңыз аман болсын, жорғалатып олар мінген тай аман болсын, үйлеріңізге келетін қонақ аман болсын, бесік тербеліп баладан босамасын, жаратқан ием жақсы жекжат берсін, ағайын туысыңыз өзіңізді ойлайтындай болсын, қамқор аға берсін, тілекші болған ана берсін, жаратқан ием мықты адамдардың ұрпағы болуды, текті адамдарға шежіре болу бақытын сізбенен бізге нәсіп етсін. Біздің дәстүрлі ислам дегеніміз қарапайым тілмен айтқанда осы дүниелердің аясында болады. Ел аман, жұрт тыныш болсын.